Қазір білесіздер, қандай да бір организацияға еңбек кезетке вакансия берсеңіз, бос орынға сізге еңбек кезетке резюме салған кісі, жұмыссыз ретінде тіркелген кісі сіздің вакансияңызға отклик жасай алады. Яғни сіз еңбек кезет сайты арқылы ол адамды өзіңізге сотрудник қылып жұмысқа қабылдай аласыз. Яғни сіз вакансия бердіңіз, сіздің вакансияңыздың условиясы, барлық шарты, еңбек ақы, барлығы ол кісіні қанағаттандырса, ол кісі сізге резюмесі арқылы жеке кабинетіне кіріп, сіздің вакансияңызға отклик жібереді. Ол отклик сіздің жеке кабинетіңізде көрініп тұрады. Сіз берген вакансияны қанша адам қарады, оның ішіне қанша адам сізге резюме жіберді, отклик жіберді, оның барлығын сіз көре аласыз. Сізге жеке кабинетіңізге және сіз еңбек кезетке тіркеген электронды почтаңызға оның барлығы түсіп тұрады. Бір вакансия берілді, организациядан міне отклик деген жерде новыйдан бір отклик келіп тұр. Ол жерде еңбек кезет сайтына резюмесін тіркеген кісінің, яғни резюмесі, данные, контактный телефон, аты жөні, опыт работы қалай толтырды, резюмен барлығы сізге келіп тұрады. Сізге жеке кабинетіңізге және резюменің астында мұны қараңыз. 68 адам көрген, бір адам отклик жасаған, барлығын статистикасы көрініп тұрады. Енді осы откликті ашып көреміз да, резюмесі сізге подходит или не подходит, сәйкес келе ме көріп, сіз ол адамды собеседованиеге шақырып, ол адамды собеседованиеден кейін сізге ұнаса, сіз ол адамды жұмысқа қабылдай аласыз. Откликтің үстін бассаңыз, сізге келген резюме шығып тұрады. Мына сообщение. Сообщениені ашасыз. Ол жерде сіздің атыңызға ол адамның жіберген, қай уақытта, қай күні жіберген сообщениесі келіп тұрады. Қараңыз, міне сізге резюмесін жіберді. Ол адамның аты жөнін шығып тұрады және пригласить, принять, отказать деген шығып тұрады. Егер сіз пригласитті бассаңыз, ол жерге сізге собеседование күн белгілеу керек боласыз. Егер сіз пригласить бассаңыз, дата и время собеседования белгілейсіз, датаны таңдайсыз, уақыт таңдайсыз. Мысалы, датадан мына күн сөйтіп сіз оны шақырасыз. Ал принять на работу болса, ол жерде сіз бірден электронный трудовойды принять бассаңыз, одан кейін ол адамға отправить етесіз сообщение және электронный трудовойды бірден осы еңбек кезет сайтында ол кісіменен жасасасыз да, электронный трудовойды жеке кабинетіңізде сақталады. Яғни юрлицо ЭЦП-мен подписать еткеннен кейін сізге отклик резюмесін жіберген жұмыс іздеушінің собеседование өткізесіз, сізге барлығы ұнаса, осы жерден принять деген батырманы басу арқылы сіз жұмысқа қабылдап еңбек кезетті электронды трудовойды бірден толтырасыз.